Қайырлы таң көрермен, біз бүгін Алғабас спорт кешеніндеміз. Бүгінгі кейіпкеріміз ардагерлер арасында өткен сайыста бірнеше рет жеңімпаз атанған, жас кезінен салауатты өмір салтын ұстанатын Шәкен атамыз. Сәлеметсіз ата. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай, кеттік бірге жүгірейік. Жасым қазір 68-де. Бұл спортқа өзім жас кезінен әуес болдым. Онда біз енді ауылдық жердің баласы, сонаға темір көтеріп, жер көтеріп, сол жасымнан өзім әуес болдым, жүгірдім. Қазақта мақал бар ғой, не қалса да әдет қалмайды дегендей, сол әдетімді әлі қалдырмай келе жатырмын. Заманға рахмет айтамыз, қазір тыныш. Жақсы өмір, бәрі бар, бәрі жеткілікті. Сол Құдай осы балашаны қызын көрейік те жатайық. Өстіп анда-санда спортпен айналысамыз, спортқа шақырады, қатыс деп қатысамыз. Шәкен ата спорт алаңына немерелерін де ерте келіпті. Олардың салауатты өмір салтын ұстанғанын қалайды. Біздің сүйсінгеніміз кішкентай Мағжан да әпке ағаларынан қалыспай таңғы жаттығу жасауда. 3 жыл 2 ұлдан тараған 12 немере атасы мен апасының көз қуанышы. Ата, ардагерлер арасында өткен спорттық жарыстарда сіз осы кеудені жерден жұлқа көтеруден 2 рет бас жүлде алған екенсіз. Қанша ретке дейін жасай аласыз? Енді осы неге қатысқалы 2 жыл болды. Былтырда сол бірінші орын алдым аудан бойынша, одан қала бойынша да бірінші орын алдым. Биыл да аудан бойынша бірінші орын қалада да. Енді шамаменен былтыр 47, сол 50-ге жеткізген болады маза. Биыл 45-ке ме 46-ға жеткіздім. Қазір сізді сынап көрсек, дайынсыз ба? Дайынды, қазір енді жарайды істеп. Көріңіздер енді жасаймын. Кеттік ата, бастайық. Оппа, міне. 1, 2, 3. Бұл жолы Шәкен ата рекорд орнатты десек те болады. Ол намысқа тырысып, кеудені жерден жұлқа көтеру жаттығуын тұп-тура 50 рет жасап шықты. 49. Ой, 50, ой, ата. 50 рет жасадыңыз, ентіккен жоқсыз. Деміңіз бір қалыпты шығып тұр. Оның бәрі күнделікті жаттығудың арқасы. Күнде ғой енді мен жаңа айтып тұрмын, жасымнан айналысқам. Баяғыда техникумда оқып жүргенде жаңа жағалда зачет тапсырамыз. Сол уақытта осын жасатады физрук. Соны уақытта мен 80-100-ге жеткіздім уақыт. Кейіпкеріміздің жаттығуы мұнымен бітпейді. Енді ол немерелер оқитын мектептің жаттығу залына барып, зілтемір көтереді. Одан соң гіртасы гантельмен жаттығады. Дегенмен оны мөлшерімен өз жасына лайықтап көтермесе, денсаулыққа кері әсер ететінін ескертеді. Жаттығу уақыты 1 сағат болу керек. Сол үшін Шәкен ата спорт алаңына қайта келіп, таза ауада шынығуда жалғастыруда. Үнемі қимыл қозғалыста болыңыз, және спорт бүгінгі күннің басты тренді екенін ұмытпаңыз. Ал ата, біз сізбен осы жерден қоштасамыз. Аман болыңыз. Рахмет сізге. Сау болыңыз.